Ассалаумағалейкум, футбол сүйерқауым. Сіздермен футбол әлемі. Бүгінгі видео осы жылдың соңғы бейнероликтерінің бірі. Сондықтан барынша қызықты қылуға тырысамыз. Тіркелушілеріміз көптен бері өкшемен соғылған голдар топтамасы жайлы бейнеролик шығаруымызды өтінген болатын. Олай болса, бүгінгі видео дәл осы тақырыпқа арналады. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтинг ташатын ағылшын ұлттық құрамасы мен Лестер Сити футбол клубының шабуылшысы Джейми Варди. Германия ұлттық құрамасына қарсы матчта Варди 74-ші минутте өте керемет голдың авторы атанды. Тоғызыншы орында Генрих Мхитарянның Сандерленд клубының қақпасына 85-ші минутте соққан феноменді гол алмақ. Ибрагимовичтің ілген добын Генрих Скорпион әдісімен қақпаға соғып, есепті 3-0-ге жеткізді. Роналду, 10-й гол в чемпионате, 3-й в игре за тайм. Криштиану Роналдудың Малагаға соққан голы 8-ші орынды лайықты түрде алады. 37-ші минутте бұрыштама соққысынан ілінген допты Рамос Роналдуға баспен бағыттаған болатын. Криштиану болса табанмен допты қақпаға соқты. Реал 4-0 есебімен жеңіске жетті. Ал Криштиану хет-трик авторы атанды. 2007 жылы Донецктік Шахтер мен Севилья арасындағы матчта Францелино Матузалем өте тамаша голдың авторы атанды. Кездесу тең нәтижемен аяқталса да, қос команданың жанкүйерлері дәл осы голды көпке дейін ұмытпайтындай күйде кетті. Златан Ибрагимовичтің Лига 1-дің 21-ші турындағы Бастия клубына соққан голы 6-шы орында алмақ. Кездесу париждік клубтың пайдасына 5-0 есебімен аяқталды. Ал Ибра өзінің коллекциясын тағы бір фантастикалық голмен толтырды. Арнамыздың тұрақты серіктесі 1xBet компаниясында ғана профессионалдық қызмет көрсету, жылдан әрі сапалы жұмыс және спорттық тәртіптер сақталады. Жаңа жылдық мерекелер қарсаңында компания өте керемет конкурс ұйымдастырып қойды. Шарттары өте оңай. Сілтемеге өтіп, ережелермен танысып, бағыңды сынап көр. 1xBet, сілтеме төменде. Неймардың Испания кубогының ширек финалындағы Фуэнлабрада клубына соққан голы 5-ші орында алмақ. 43-ші минутте Мессидің шығарған тамаша пасын Неймар техникаға салып, қақпашыдан өтіп, содан бос қақпаға өкшесімен соғып, есепті 3-0-ге жеткізді. Евро 2016 чемпионаты аясындағы Португалия мен Венгрия құрамалары арасындағы матчта Криштиану Роналду тағы бір феномендік голдың авторы атанды. 49-ші минутте Жоа Мариудің ілген добын өкшесімен соғып, Криштиану есепті теңестіріп кеткен болатын. Қола жүлдені Италия мен Швеция құрамалары арасындағы матчтегі Златан Ибрагимовичтің өкшесімен соққан гол алады. Матч Швецияның жеңісімен аяқталды, ал Ибра көпшілікті тағы бір мәрте өзіне қаратты. Екінші орынды Мартин Хансен атты қақпашының ПСВ-ға қарсы матчта 94-ші минутте командасын жеңілістен сақтап қалған гол алады. 2-1 есебімен жеңіліп бара жатқан сәтте ПСВ-ның қақпасынан бұрыштама қойылған болатын. Қарсыластың алаңына тіпті қақпашы да жүгіріп келіп, өкшесімен керемет гол соқты. Нағыз фантастика деген осы. Сотый гол в чемпионате, Криштиану Роналду забивает шипами своих бутс. Және де бірінші орынды Криштиану Роналдудың Валенсияның қақпасына 91-ші минутте соққан гол алады. Ди Марияның ілген добын Роналду табанымен соғып, есеп айырмасын теңестіріп кетті. Сөз жоқ, феномендік гол. 8-й или 9-й мяч в игре, это было никому не интересно, а здесь вот так, с разворота, копытом.
Екінші арнамыз топ футболға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Келесі бейнероликтердің тақырыбын комментарияға ұсынып, арнамызға тіркеле кетіңіздер. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.